Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпар хабары. Бұл КСРО-ның 9 дүркін жеңімпазы, әрине көкпардан Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген жаттықтырушы Әбілхан Дауылбаевтың жүлдесіне арналған турнир екен айта кетейік. Бұл турнирге Қытай Халық Республикасынан бір команда келген болатын. Мінекей сол команданың бүгін ойынын көретін боласыздар. Сонымен құраммен таныстыра кетейік. Ермек Тоқтарбекұлы бастайды бұл команданы. Құдайберген Тәшібайұлы, Нұржан Жақыпжанұлы, Керімхан Үшкенұлы, Берік Серікұлы, Тұрсынжан Болатұлы, Жарқын Құмылқанұлы, Нұрлан Мәлікұлы, Тұрсынәлі Қыстаубайұлы, Сәрсенбек Таңжарықұлы, Сарқытқан Шүкенұлы, Мұқат Қуанышұлы. Ал команданың жаттықтырушысы Құдайберген Тәшібайұлы, команда жетекшісі Ермек Тоқтарбекұлы. Ал олардың қарсыластары жергілікті команда Оңтүстік Қазақстан облысының Майлыкент көкпар командасы. Мына құрамда өнер көрсетеді: Жансбек Саев, Мұрат Дауылбаев, Асқар Оңғарбаев, Әскербек Ибраимов, Әділет Мамыт, Абылай Қарқабат, Тимур Тілегенов, Абай Ережеп, Нұркен Ботабеков, Ермек Көбей, Елдар Жиынқұлов, Нұрсұлтан Тілегенов. Ал команданың жаттықтырушысы Саев Жансбек, жаттықтырушы, капитаны әрі ойыншысы. Ал команда жетекшісі Еркебұлан Дауылбаев. Сонымен ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов, ал қапталдағы төрешілер Ырыскелді Байтасов, Зиябек Жеткеров және Нұрхан Айтбаев. Міне, осы жігіттер бүгінгі ойынға әділ төрелігін жасайтын болады. Сонымен бәсеке басталмас бұрын әдеттегідей салттан сүрінбей, дәстүрден жаңылмай, жігіттер бір-біріне сәттілік тілеп, қол алысып, спорт достықтың нағыз кепіл екенін көрсетеді. Осылайша жалпы дәл осы Шымкент төрінде өткен 2016 жылдың қараша айында оның барлық ойындарын біз Қазспорт телеарнасы арқылы өздеріңізге ұсындық. Асанбай Асқаров атындағы халықаралық турнир өткен болатын дәстүрлі. Сол турнирге Қытай Халық Республикасының командасы алғаш рет қатысқан. Онда әрине үздік үштікке кіре алған жоқ, десек те үздік бестікті түйіндеді. Өте тамаша өнер көрсетті. Әрине жас команда екен айта кету керек. Міне Қазақстанға екінші келулері бұлар. Амандық болса әлем чемпионатына тамыз айында өтетін келуді жоспарлап отыр. Бүгінде Қытай Халық Республикасында қандастарымыздың арасындағы көкпар бәсекесінің дамуы өте қарқынды екен айта кетуге тиістіміз. Өйткені Ермек Тоқтарбекұлы осы Қытай Халық Республикасындағы Қазанат қоғамдық бірлестігі, яғни көкпар, қызғуу, теңгелу, аударыспақ, жамбату сияқты ұлттық спорттарымызда бір жерге тоғыстырған орталық. Міне сол орталықтың жұмысымен таныстырған болатын. Және қазір таңда осы көкпардан өтетін әлем чемпионатына дайындықты өте қатты бастап кеткен. Міне Қытай Халық Республикасының шабандозы қазір серкені алып мәреге қарай беттеген сәтіне куә болған болатынбыз. Бұл Мұқат Қуанышұлы болатын. Және Мұқат Қуанышұлына қарсы ереже бұзғаны үшін Нұрсұлтан Тілегеновті қазір ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов 5 минуттық айып алаңына шығарды. Яғни көкпардың тілімен айтсақ қаранарға дейді. Міне бұл жерде белінен жармасқан екен шабандоздың. Міне қырағы төрешілеріміз жалпы министрлік тарапынан, ұлттық спорт түрлері қауымдастығы тарапынан осы төрешілердің біліктілігін жетілдіру мақсатында Оңтүстік Қазақстан облысында биылғы жылдың наурыз айында семинар кеңес өткен, сабақтар өткен болатын. Міне соның жемісін көріп отырмыз десек те шатаспайтын шығармыз. Сонымен әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Осы Қытай Халық Республикасында көкпарға әлем чемпионатына дайындық ретінде қазір таңда биылғы жылдың өзіне бұл елде 50-ге жуық жарыс алыпты. Дәл осы көкпардан аудандық, облыстық деңгейде, республикалық, аймақтық деңгейде дегендей. Міне соның нәтижесінде ең мықты жігіттерден жасақтап құрама алып келеміз деп отыр. Қазіргі таңда да жақын күндері
Бұл жігіттер Астана қаласында оқу-жаттығу жиындарын бастауға бекінген. Жалпы Қытай Халық Республикасында қазіргі таңда осы көкпардан 30-ға жуық команда бар екен. Мұның өзі үлкен жетістік. Сондықтан бұл жігіттерге енді расымен де сәттілік тілейміз. Ұлттық спортымыздың көсегесін аспан асты елінде көгертіп жүрген жігіттердің еңбегін атап айтуға тиістіміз деп ойлаймыз. Сонымен Елдар Жиенқұлов пен Мұхат Қуанышұлы арасындағы жекпе-жек, бүгінгі ойынның алғашқы жекпе-жегі. Жалпы Мұхат Қуанышұлы және Елдар Жиенқұлов екеуі де өте мықты ойыншылар. Салыстырмалы түрде әрине Елдар Жиенқұловтың тәжірибесін айта кеткеніміз жөн шығар. Десек те Мұхат Қуанышұлы командадағы ең мықты ойыншыларының бірі. Қазір алдын бөгіп Елдардың қорғаныста өте тамаша өнер көрсетіп жатыр. Ал Майлыкент көкпар командасы туралы айтатын болсақ, әрине жас командалардың бірі. Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданының жігіттерінен жасақтаған. Осы Әбілхан Дауылбаев ағамыздың тікелей қамқорлығымен, тікелей бастама көтеруімен құрылып отырған команда бұл. Жалпы соған дейін де бірнеше турнирлерге қатысқан. Ал осы турнирде расымен де өте ерекше өнер көрсетіп келе жатыр. Егер Майлыкент көкпар командасы дәл осы ойында жеңіске жететін болса, онда ақтық бәсекеге жолдама алатын болады. Ақтық бәсекеде қазір таңда финалистер белгілі. Ол Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы және 3-ші орынға дәл осы команданың жеңілген шығатын болады. Онымен өнер көрсететін Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы. Мінекей екі команданың арасындағы серкені алма кезек ауыстырып шабандоздар өте тартысты ойында жүргізіп келеді. Әзірге Майлыкенттің шабуылы және серке мәреге тасталған. Бірақ серкенің бір сирағы шеңбер сызығына тиіп жатыр екен. Осының нәтижесінде ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов бұл салымды есепке алған жоқ. Нәтижесінде енді шеңберге тасталады. Ортадағы үлкен шеңберге сол жерде жалпы командалық талас болады. Әрине бұл жерден нақты көрінбейді десек те, төрешіге ол анық дүние. Әзірге Майлыкент көкпар командасы 3 қана ойыншымен алаңда өнер көрсетуде. Өйткені Нұрсұлтан Тілегенов, Майлыкент көкпар командасының 12-ші нөмірдегі ойыншысы, қорғаушы қызметін атқаратын. Қазір айып алаңында, яғни 5 минутқа қаранарға отырғызылған, ереже бұзған үшін. Мұхат Қуанышұлының тақымында дәл қазір серке. Қараңыздар, қалай мәреге қарай бара жатыр. Қазір командалық әріптестерінің көмегімен қарсыластарды жауып мәреге жақындап қалған тұсын көрдік. Міне қазір өтуге болатын кез және тастады. Мұхат Қуанышұлының шеберлігіне сөз жоқ деп айтуға болады. Дәл осы салымның барысында өте тамаша салым. Мұхат Қуанышұлы, міне сіздердің назарларыңызда 1993 жыл туған шабандоз, өте жас шабандоз, астындағы тұлпары жебе. Мінекей ойынның алғашқы есебін ашып отыр 5-ші минутта. Өте тамаша. Жалпы Қытай Халық Республикасының жігіттері бұл ойында бірінші болып есеп ашады деген ой мұндағы көкпар сүйер қауымға жалпы барлығының ойына келмеген шығар. Өйткені әрине енді тәжірибе жағынан да, мықтылық жағынан да дәл осы кездесудің фавориттері ол Майлыкент көкпар командасы екенін мойындауымыз керек. Сондықтан да бұл жерде Қытай Халық Республикасының жігіттері ерледі. Өте тамаша мүмкіндікті сәтті пайдаланған Мұхат Қуанышұлы командасын алға жетелеп отыр. Алғашқы салымда салып есепті ашты. Қазір 2-ші нөмірдегі Мұрат Дауылбаев серкен жерден әдемі серпе тартып көтеріп алған болатын, бірақ аттың алдыңғы қос тұяғы сүрінген сияқты. Осылайша ауып кетті. Әлде болса 3 ойыншымен өнер көрсетуде Майлыкент көкпар командасы, сондықтан есепті еселеп тастауға
Қытай Халық Республикасының жігіттерінде мүмкіндік мол, бірақ Майлыкент Көкпар командасының шабандоздары оңай беріле салмайды, және өте мықты команда екенін айттық. Оның үстіне дәл осы турнирге күшті дайындықпен келген. Команданың жасақталуы да, мәселен, Елдар Жиенқұлов сияқты Алматы облысының Үшқоңыр Көкпар командасының белді ойыншылары мінекей Майлыкенттің сапында дәл қазір өнер көрсетуде. Міне, айтып ауыз жиғанша 11-ші нөмірдегі Елдар Жиенқұлов қазір серкені көтеріп мәреге қарай аттың сауырына қамшы басып шауып бара жатқанын көріп отырсыздар. Әдемі бөгіп тұрған Қытай Халық Республикасы жігіттері, және мәренің тура үстіне келген кезде міне қазір тамаша салым салуға мүмкіндік бар еді, бірақ салым жоқ екен, өздеріңізді көріп отырсыздар. Себебі серкенің жарым бөлігі сыртында жатыр сызықтың. Әрине, мұны салымға есептемейтін өздеріңізді жақсы білесіздер. Нәтижесінде ортада жалпы командалық серкеге талас болады, құдды кішіңбірге тасталған сияқты. Мінеки қалың дода. Тағы да Майлыкенттің жігіттері серкен жерден көтерді. Міне тамаша, қазір Мұрат Дауылбаев болуға тиісті. Шіркін-ай. Міне Мұрат Дауылбаев расымен де айналып келді, және тамаша салым. Өте керемет. Расымен де бұл нағыз шеберлікпен салынған салым болды. Бұл салымның авторы ардақтағы мінестер назарларыңызда Мұрат Дауылбаев. 1983 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Оғжирен деп атаған екен. Мінекей Түлкібас ауданының тумасы, Майлыкент Көкпар командасының ойыншысы. Ойындың 10-шы минутында, яғни бірінші кезеңнің дәл орта тұсында есеп теңестірді. 1-1. Ойын енді қыза түседі. Ең тартысты шағы енді келе жатыр. Есеп теңесті. Төртінші ойыншының ойынға қосылуына рұқсат берілуге шақ қалып тұр. Әрине оны төрешілер қалт жібермейтін болады. Қазір кішіңберде жатқан серкеге талас. Міне шіркін Майлыкенттің жігіттері тағы да серкені бірінші көтерді. Қараңыздар, Ақжал Сарат. Назарларыңызда Нұрдәулет Момынов. Көкпардан Қазақстан Республикасының 9 дүркін чемпионы. Міне, Елдар Жиенқұлов қазір серкен жерден көтерген сәтін көріп отырсыздар. Елдарға қарсы өнер көрсеткен. Тұрсынжан Болатұлы болатын. Тұрсынжан бір орында тұрып қалды. Елдар тағы да шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Елдар жалпы бүгінгі ойында бірнеше рет шабуылға шығып, бірақ оның екеуі нәтижесі аяқталғанын көрдік. Қанша дегенмен өте тәжірибелі ойыншы ғой, сондықтан сытылып ұстатпай кетіп жатыр. Міне қараңыздар, серкеге жармасып өзінің тақымына басып алды командалық әріптесі Әділет Мамыт. 5-ші нөмірде өнер көрсететін. Ой, тамаша. Міне қалай өтіп кеткенін көрдіңіздер. Және жалғыз өзі қазір мәреге жақындап келеді. Қарсыласында қуып келе жатқанын көрдіңіздер, бірақ дегенмен де
Бұл салым болуға мүмкіндік бар, және тамаша салым. Және қандай әдемі көрініс. Иә, нақты салым. Бұл салымның авторы Әділет Мамыт. 1997 жыл туған, өте жас шабандоз. Астындағы тұлпарын Қарақат деп атаған екен. Мінекей есепті 2-1-ге жеткізіп, өз командасын өрге оздырған жайы бар. Пашырын қараңыздар, қандай тамаша салым. Бүкіл Қытай Халық Республикасының жігіттерін жанына жинап әкеп тұрып, қалың доданың арасынан жалғыз өз тастаған Әділет Мамыт өзінің өте тамаша ойыншы екенін көрсетті. Ал мінекей еңкейген палуанды көрдіңіздер, және тамаша серкені іліп әкетті. Бұл тағы да Елдар Жиенқұлов, ардақты ағайын. Елдар енді өзінің астындағы еңіске салсаң төске ұзған тұлпарымен әдемі ойын өрнегін көрсетуде, және жалғыз өзі келді. Бұл салым болуға тиісті. Енді Елдар мұндай мүмкіндікті қалтшы бермейді, және сырғытып әкеп серкені дәл мәренің ортасына тастап кеткенін көрдіңіздер. Өте тамаша. Таныстырып өтейік. Елдар Жиенқұлов 1991 жыл туған шабандоз. Астындағы аты Шағала. Алматы облысының тумасы. Ойынның 15 минутында есепті 3-1-ге жеткізіп отыр. Майлыкент жігіттері әдемі қарқын алып алғанын көрдіңіздер. 3-1 есебімен қазір алда келеді. Қараңыздар, Қытай Халық Республикасының жігіттері еңкейген болатын, бірақ серкені іліп, ары қарай тақымға басып алып кете алған жоқ. Шіркін-ай, қандай тартыс. Міне қазір еңкейді серкеге, бірақ ат тұяғының астында қалып қойды. Бұл еңкейген Әділет Мамыт болатын. Әлде болса серкеге талас жүріп жатыр. Міне бұл ережеге сай дүние. Егер 1 минуттың ішінде серке жерден көтерілмесе, онда ортадағы төреші ойынды тоқтатады да, әрі қарай ортадағы шеңберден жекпе-жек сайысымен жалғастыратын болады. Міне біз соның куәсі болып отырмыз. Ортада жекпе-жек сайысы. Тағы да Елдар мен Мұхат Қуанышұлы. Міне Мұхатқа қазір еңкеуге тамаша мүмкіндік. Бірақ Елдар қайтадан аттың алқымымен қақ алға ұмтылдырып алды. Мұхат Қуанышұлы қазір серкені әдемілеп тұрып тақымға басқан сәті. Серкеге талас, ойынға Әділет Мамыт араласуға ниетті. Әлде болса Мұхаттың тақымында серке жалғыз өзі шығуға бел байлаған екен. Міне тамаша салым. Қараңыздар, қарсыластар тіпті Мұхаттың алдын жауып үлгермей қалды. Тағы бір таныстыра кетейік, артықтық етпейтін шығар. Мұхат Қуанышұлы. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 1993 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары жебе. Міне Қытай Халық Республикасының ойыншысы. Ойынның 18 минутында есеп көрсеткішін бір салымға болсын қысқартып отыр. Есеп 2-3. Міне тамаша тартысты кездесу. Қытай Халық Республикасының жігіттеріне есепті теңестіріп, тең ойын көрсетуге қазір мүмкіндіктері бар. Тағы да серкені жерден көтеріп алып кетуге ыңғай білдіргенімен қолдан келмегенге қайран жоқ. Есесіне
Майлыкенттің жігіттерінің қолын көріп отырсыздар. Серкеге жармасы шіркін-ай, қалың доданың ішінен қалай алып шықты. Ай, тамаша. Бұл 8-ші нөмірде өнер көрсетіп отырған Абай Ережеп ардақтағы айт. Абай Ережеп тақымға Серкені басып шабуылға шықты. Мұқат Қуанышұлы қорғаныста. Дегенмен де қазір мәренің дәл ортасына келген сәт және салым салуға мүмкіндік. Және бұл салым. Я, өте тамаша. Абай Ережеп. Жарайсыңнан басқа айттар жоқ. Абай Ережеп 1995 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Месси. Месси десе енді Мессилігін көрсетті. Оған дау жоқ әрине. Міне ойынның 19-шы минутында бірінші кезеңнің соңғы сәттерінде есеп көрсеткішін тағы да еселегенін көрдіңіздер. 4-2. Қытай Халық Республикасының жігіттері әзірге 2 салымға артта келеді. Тиісінше Майлыкент 4-2 есебімен алды. Тағы да кіші шеңберде жатқан Серкеге талас. Бірінші кезеңнің аяқталуына да көп уақыт қалған жоқ деп айтып ауыз жиғанша қазір төрешінің ысқырығы естілді. Міне Қытай Халық Республикасының командасы және Майлыкент көкпар командасы бірінші кезеңде осылайша тәмамдады. Есеп 2-4 Майлыкент жігіттері алды. Мінекей бүгінгі бәсекенің екінші кезеңі де басталды. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл көкпардан 9 дүркін КСРО-ның чемпионы, елімізге еңбек сіңген жаттықтырушы Әбілхан Дауылбаевтың жүлдесіне арналған көкпардан ересектер арасындағы турнир екенін айта кетейік. Бүгінгі бағдарламада өздеріңіз Қытай Халық Республикасының командасы мен Майлыкент көкпар командасының арасындағы тартысты бәсекені көріп отырсыздар, бірақ тамаша шабуылдың куәсі болдық десек те, Серке дәл мәренің қақ ортасына түскен жоқ. Әрине өкінішті дегенмен өте керемет шабуыл болды. Майлыкенттің жігіттері 2 салым айырмасымен алда келеді. Есеп 2-4. Мінекей жалпы командалық талас. Ортадағы шеңберде жатқан Серкеге. Жалпы бірінші кезеңнің басында да қос командада бірнеше шабуылдар жасағанымен көбісі нәтижесіз басталған болатын. Бірақ Қытай Халық Республикасынан Мұқат Қуанышұлы сатылып шығып, алғашқы есепті ашып, одан кейін Мұрат Дауылбаев Майлыкенттің тарапынан 1 салым салып, есепті теңестіріп, тамаша ойын өрнегін қыздырып, бірінші тайм аяқталғанша әдемі ойынды көрсеткен болатын қос команда. Міне екінші кезеңнің басы да кішкене қарқынды басталғанымен әзірге ешқандай салым жоқ. Елдар мен Мұқат қайтадан жекпе-жекте, және бұл жолы Елдардың мерей үстем бола ма екен, бірақ Мұқатқа қазір еңкеуге мүмкіндік бар және еңкейді. Серкені ілді, енді тақымға басуға тиісті. Тақымға басты. Ары қарай шабуылға шығар ма екен Мұқат? Әлде Майлыкенттің жігіттері Серкені өз еншілеріне ала ма? Жоқ. Иә, Майлыкенттің ойыншысы шіркін-ай, Серкені өз тақымына басуға ниеттенген. Әділет Мамыт десек те ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады.
Міне қазір Серкенің жерден еңкейіп Мұхат Қуанышұлы ілмек болған, және одан нәтижесі аяқталған соң елдар тақымға басуға әрекет жасап жатыр қазір. Міне қараңыздар, қандай тартысты бәсеке. Мұхат Қуанышұлының білектерінің шіркін-ай күштісін-ай. Сонда да қос жігіт Серкені екі жақтап тартса да Мұхаттың қолынан жұлып алған жоқ. Серке жерде қалды. Қазір есесіне Елдар Жиенқұлов Серкені басып шабуылға шықпақ ниетте. Міне командалық әріптесі Асқар Оңғарбаевқа қазір Серкені ұзатты. 3-ші нөмірде өнер көрсететін. Асқар енді өте тәжірибелі ойыншылардың бірі, һәм бірегей десе артық айтқандығымыз емес. Міне қараңыздар, Мұхат Қуанышұлы өз Қытай Халық Республикасының тарапынан жалғыз өз ойнап жүрген сияқты. Шіркін-ай. Міне қазір Асқар Оңғарбаевтың тамаша салымына куә болдық. Бұл енді шеберліктің нәтижесі. Өз қай кезде тастау керек екенін біледі, қалай тастау керек екенін біледі. Дәл мәреге жақындаған кезде шиіріп тұрып тастаған Асқар Оңғарбаев 1983 жыл туған Асқар. Астындағы тұлпарын Серко деп атапты. Міне ойынның екінші кезеңінің алғашқы есебін ашып отыр. Өте керемет. Ортадағы төреші кіші шеңберде жатқан Серкеге кезекті салымнан кейін қайтадан ойынды бастаңдар, Серкені алыңдар дейтін пәрменді берді. Есеп 5-2. Міне Майлы кенттің жігіттері шабуылға шықты. Қабая салым жоқ, жалғыз өзі, жападан жалғыз. Асықпай келіп, бірі айналып келіп, тіпті тастауға болатын жер еді. Асығыстық танытты. Қазақ атамыздың асыққан шайтанның ісі деп айтқаны бекер емес сияқты осындайда көрінеді. Ортада жекпе-жек сайысы, яғни жалпы командалық тартыс. Ортадағы шеңберде тағы да Майлы кенттің жігіттері Серкен жерден көтерді. Енді ілгіш, еңкейгіш, сондай білектерінің күштері мықты. Еңкейе қалса Серке қолдарына жапса кетеді бұл жігіттердің. Әлде талас. Құдды бір екі Майлы кенттің палуандары бір-бірімен таласып жатқан сияқты. Әдемі шабуылға шығуға ниетті қазір. Міне айналып өтуге шақ қалған сәт. Бұл 8-ші нөмірдегі Абай Ережеп. Міне қазір мәренің дәл үстіне шығуға мүмкіндік алған еді, бірақ айналдырып әкеп кішкене қорғанысты бұзып барып салым салуға ниеттенген екен Абай Ережеп. Міне тамаша өтті қазір. Жоқ. Әлі өте алған жоқ. Міне өтті қазір. Міне тамаша салым. Иә, бұл салым. Абай Ережеп, ардақты ағайын. 1995 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Месси. Абай Ережеп бірінші кезеңнің ең соңғы минутында 4-ші салым салған болатын. Өз командасын осылайша тағы да алға жетелеп отыр. Сөз жоқ. Абай Ережеп ойынның 29-ші минутында тағы да бір салымға қол жеткізді. Есеп 6-2. Міне қазір Қытай Халық Республикасының жігіттері Серкен тақымға басып әдемі шабуылға шыққан сәтіне куә болып отырмыз, ардақты ағайын. Бұл қазір жеке дара шауып келе жатқан
Және салым, ардақта ағайын, өте тамаша. Жеке дара шауып келіп тамаша салымға қол жеткізген бұл Нұрлан Мәлікұлы, ардақта ағайын, 8-ші нөмірде өнер көрсетіп отырған. Нұрлан Мәлікұлы 1995 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын неге екенін түсініксіз, бірақ күрең деп атапты. Күрең тұлпарды жақсы көргеннен кейін шығар, күрең тұлпарым болсын деп ниеттенген шығар, өзі бір ырымшылық алыппыз ғой. Міне ойынның 30-шы минутында Қытай Халық Республикасының мерейін үстем етіп, есеп көрсеткішін сәлде болса қысқартып отыр. 6-3. Әрине едәуір озып кеткен. Майлыкенттің жігіттері міне. Нұрсұлтан Тілегенов. Серкен тақымға басып қазір. Тамаша салым. Жеке дара шығып кетіп, асықпай келіп, шеңберге, мәреге Серкен топ еткізіп тастап кетті. Шіркін. Нұрсұлтан Тілегенов, ардақта ағайын, 1991 жыл туған. Астындағы тұлпары Қарағасқа. Атауы солай. Міне ойынның 31-ші минутында тағы бір салымға қол жеткізіп отыр. Қараңыздар, қандай әдемі салым. Жалпы Қытай Халық Республикасының салымы мен мынау Нұрсұлтанның салымы, яғни соңғы қос салым екеуі бірдей болғанын көрдіңіздер. Жеке дара шауып кетіп. Бұл әрине бір жағынан қорғаныстың әлсіздігі деп білетін болсақ, бір жағынан жігіттердің шеберлігі екен де дау жоқ. Нұрсұлтан Тілегенов жалпы ойынның ең басында 5 минутқа қаранарға отырғызылған спортшы болатын. Сол олқылықтың орын толтырып қазір салымды болып жатыр. Мұрат Дауылбаев Серкен тақымға басқан екен. Қазір өзі шабуылға шығам екен, әлде командалық әріптесіне зотама. Міне, командалық әріптесіне Серкені бергенін көрдіңіздер. Тамаша. Міне қазір дәл мәреге жақындаған сәт. Шеңбердің дәл тұсында және айналып өтті. Қазір тағы бір рет айналып өтуге мүмкіндік жасап жүрген сияқты. Міне Ермек Көбей. Қараңыздар, қорғаныста өте тамаша Қытай Халық Республикасының жігіттері. Міне қазір ашық Серкені тастауға болады. Және сәл ғана қалды. Тақымнан шығарып жүре салса болған еді, бірақ дегенмен де 100% сенімділікпен тастауға бекінген екен, және тамаша салым. Аттың астына тастады. Керемет. Ермек Көбей, ардақта ағайын. 1984 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары 5 қасқа. Міне ойынның 34-ші минутында есептеселеп әдемі салым салып отыр. Шеңбердегі Серкеге қазір командалар қайтадан таласатын болады. Төрешінің пәрмені берілді. Майлыкенттің жігіттері бірінші келеді Серкеге. Ең кейде бірақ іле алған жоқ. Мінекей 9-шы нөмірдегі Нұркен Ботабеков мінекей жалғыз өзі келе жатыр. Бұл салым болуға тиісті енді. Төрешінің шешімін күтейік, және салым. Нұркен Ботабеков 1992 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпары Айғасқа. Міне ойынның 36-шы минутында керемет салымға қол жеткізіп отыр. Жеке дара шауып бөліп
Серкені бір орында қалдырып кетті, қараңыздаршы. Есеп 9-3 ардақты ағайын. Өте үлкен айырмамен кетіп барады. Мінеки Қытай Халық Республикасының жігіттері Серкені жерден көтерді. Нұрлан Мәлікұлы бұл. Нұрлан Мәлікұлы жеке дара шығып, салым салуға өте шебер шабандоз, және тағы да жеке келе жатқан сәті бұл салым. Енді керемет еді. Расымен де айқын салым. Нұрлан Мәлікұлы ойынның 37-ші минутында мінеки 1995 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын мынау енді күрең сияқты. 1995 жыл туған шабандоз. Керемет. Нұрлан жарады. Нұрланның тамаша салымына куә болдық. Міне сіздердің назарларыңызда Нұрлан. Оп, шіркін-ай. Қалай Серкені жерден көтеріп кеткен көріп едік, бірақ Серкеге сүрнік балды аттың тұяғы. Бұл абай ережеп болатын. Қараңыздаршы. Бұл жерде міне қазір Серкеге сүрінді де аттың тұяғы. Ерден ауып түсіп кетті. Бірақ қайтадан жүгіріп барып атын тізгіндеп мініп алады. Ойынға кірісіп кетеді. Ортада жекпе-жек. Елдар Жиенқұлов тағы да Серкені бірінші болып жерден көтерді және шабуылға шықты. Аттың тізгінін тартып мінекей командалық әріптесіне Жанысбек Саевқа беруге ниетті. Міне Саев Жанысбек Серкені жерден көтеріп келе жатқан сәті. Мұхат Қуанышұлы қазір қорғаныста, бірақ мінекей әдемі ашылып кеткен сәтін көріп отырсыздар. Бұл салым салуға мүмкіндік, және әрине мәренің үстінде тұрғаннан кейін Жанысбек Саевтың керемет салымын көрдіңіздер, ардақты ағайын. Есепті 10-4-ке жеткізді осылайша. Жанысбек енді 1969 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Асыл Сақа деп атаған екен. Қандай керемет ат. Міне Оңтүстік Қазақстан облысының Майлыкент көкпар командасының капитаны, әрі жаттықтырушысы. Бір салымда салды. 10-шы салым. Түйіндей ме екен осымен, әлде тағы да шабуылды жалғастырып салым салуға бекіне ме екен қос команда. Көрейік. Оп, шіркін. Қалай елінде? Нұрсұлтан Тілегенов. Нұрсұлтан Тілегенов мінекей ойынның ең соңғы минуты, және бұл соңғы шабуыл болуға тиісті. Үлгерем екен. Өте тамаша салым, ардақты ағайын. Нұрсұлтан Тілегенов 11-ші салымға қол жеткізіп отыр. Жалпы бүгінгі ойынның барысындағы 15-ші салым. Нұрсұлтан Тілегенов 1991 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын енді бізге Қарақасқа деп берген. Жаңа Қарақасқамен шауып жүрген, расымен де қазір атын көк атқа ауыстырып шыққан екен. Міне 40-шы минутта, ең соңғы минутта салым салып отыр. Тіпті енді кіші шеңберге шаппауы да мүмкін. Расымен де уақыт аяқталды. Сонымен есеп 11-4 Майлыкент көкпар командасының пайдасында. Финалға шықты. Енді құлагермен тамаша тартысты көретін боламыз. Және 3-ші орын үшін Әулиеата мен Қытай Халық Республикасының Қазанат көкпар командасы бақталастырады. Бұл көкпар бағдарламасы. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов пен Шархан Барақбаев, комментатор әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Ұлттық спорттың ұлттың қуаты екенін ұмытпайық. Аман сау болыңыздар.